Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде духовкада тефтели. Бірінші бізге фарш керек. Фаршқа жуылған күрішті саламыз. Шикі күріш. Картошкасы біз теркіден өткізіп саламыз. Жұмыртқа бірі, яғни тұз, бұрыш, дәмдеуіштер саламыз. Қалауымызша сөйтіп араластырамыз. Енді картошканы тураймыз. Осындай жұқалықта болу керек, тез пісетіндей. Картошкамызды турап, оны бір ыдысқа салып, тұз, бұрыш кішкене салып, май құйып, бір араластырып аламыз бөлек бұны. Духовканың табасына тефтелиді осылай домалатамыз. Бәрін салып, котлет сияқты домалатып аламыз. Арасына ашамыз, араларына картофелдерімізді қоямыз осылай. Арасына салып аламыз осылай. Дәмді тамақ. Сосын бетіне сырды теркіден өткізіп дайындап қоямыз. Мынада суға, 400 грамм суға сметана, сосын томатный паста, томат саламыз. Көріп тұрғаныздар 2 қасықтай араластырып, тефтелидің үстіне құямыз. Духовкада 170-200 градуста піседі. Пісіп қалған кезде сыр саламыз бетіне. 5 минутқа қайтадан духовкаға саламыз. 30 минутта дайын болады. Өте дәмді. Картошкасы жұмсақ. Енді сыры аз болып қалды. Үйде бар сырым осы еді. Сыр көп болса дәмді болады. Сыр қоспасаңыздар да болады. Ас болсын.